Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін өте дәмді пирожки дайындайтын боламыз. Ыстық күйінде жесеңіздер тіптен керемет. Достар, дәл осы пирожкилар менің отбасыма қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Барлық описание бөліміне құрамдарының барлығын қанша грамм екенін жазып кететін боламын. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар достар. Ал ендеше ең алдымен жылы суымызды құйып аламыз ыдысымызға. Одан соң сүтімізді құйып аламыз. Көбісі тек қана сумен илейді, негізі сүт қоссаңыздар тіпті дәмді болып шығады. Одан соң үстіне қантымызды саламыз және де тұзымызды салып алдық. Барлығында жақсылап араластырып ергеннен кейін мен 2 ас қасық шамасындай, шай қасық шамасында май құйдым, сұйық май. Және де дрожжымды салып алдым. Барлығында жақсылап араластырып, електің көмегімен өткізілген ұнды салыңыздар. Міндетті түрде електен өткізіңіздер. Достар, мұнда Instagram парақшамды қалдырдым. Instagram парақшамда да әртүрлі дәмді рецепттермен бөлісіп отырамын. Сол жақта көп деген дәмді рецепттер бар. Ол жаққа да өтіп қарап шықсаңыздар болады. Мінекей барлығында електен өткізіп алғаннан кейін ең алдымен қасығымыздың көмегімен, сосын қолымыздың көмегімен қатты емес, орташа жұмсақтықта қамыр илеп алатын боламыз. Қатты қылып жібермеңіздер. Мінекей достар, майымыздың көмегімен қамырымды осылай жақсылап араластырып, бетін жауып, ашытуға қойып қойдық. Енді кезекте мен картошкасын дайындаймын. Осылай суымызға картошкамызды мен 2 дана картошканы ашып, салып, тұзын салып, баяу отта пісіріп алдым. Мінекей енді кезекте бізде қамырымызды ашып қалды. Осы ашқан қамырларымызды бір келкі формада етіп, кесіп алыңыздар. Менде бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Барлығында бір келкі етуге тырысыңыздар. Енді қолымыздың көмегімен осылай домалақ пішінде етіп, жасап шықтым барлығында. Осылай табамыз, тақтайымыздың бетіне қойып, көтерілуге тағы да 10-15 минутқа қалдырыңыздар. Қамырымыз көтерілгенше арасында салмасын дайындаймыз. Жаңағы піскен картошкамыздың үстіне тағы да кішкене тұз салып жібердім және де қара бұрыш салып жібердім. Басқа ештеңе де қолданғаным жоқ. Жақсылап шанышқымыздың көмегімен езіп алдым. Барлығында бір келкі етіп. Менің отбасым пиязды ұнатпайтын болғандықтан мен пияз қоспадым. Мінекей достар, сол аралықта менің қамырым да көтеріліп дайын бола қалды. Осы қамырымызды қолымыздың көмегімен осылай жайып, арасына салмамызды салып, 2 бүктей отырып, қамырымызды түйіп алатын боламыз. Яғни, пирожкиларымызды жасап шығамыз. Дәл осылай жасасаңыздар оңай, ашылып кетпейді майға қуырған кезде де. Барлығында дәл осылай жасап шықтым. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да біреуін жасап көрсетуді жөн көрдім. Көргендеріңізде қолдың көмегімен өте оңай жайылады. Мен ешқандай да ұн, ешқандай да май қолданған жоқпын. Менің қамырым қолға жабыспайды. Жабысқан жоқ, яғни барлығында осы тақтайымыздың бетіне қойып, тағы да 15-20 минутқа көтеріп алыңыздар. Сонда сіздердің пирожкиларыңыздың арасы пышный болып шығатын болады. 15 минут, кемі 15-20 минут көтеріп алыңыздар. Мінекей барлығында енді қызып тұрған табамызда дәл осылай өте баяу отта пісіріп қуырып ала бересіздер. Мен пирожкиларым өте дәмді болып шықты, достар. Дәл осы менің рецептімен жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Өте оңай, ең оңай тәсілі, әрі дәмі де тіптен керемет. Жасап көріңіздер, ыстық шаймен ішсеңіздер, ыстықтай жесеңіздер, тіптен керемет. Ал достар, бізге ас болсын, менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Алда менен керемет дәмді рецепттер күтіңіздер. Назарларыңызға рахмет.